Сәлем құрметті көрермен, бұл видеода біз Photoshop үйренетін боламыз. Осы программаны жаңа қолданушы көптеген адамдар фотоны қалай дұрыс кесу керектігін білмейді. Мен сіздерге ең оңай тәсілдерін көрсететін боламын. Видеодан алыстамаңыздар. Adobe Photoshop программасын ашамыз. Менің жағдайымда Adobe Photoshop бұл 2020 жылғы версия. Программа ашылды. Создать дегенде басамыз, яғни жаңа проектті құру. Имя деген жерге жаңа проекттің атын қоямыз. Біздің жағдайымызда тест деп қойық. Және астында ширина және высота дегеніміз бұл ұзындығы мен ені. 1920-да 1080 бұл қазіргі кезде фото видеолардың горизонталды түрдегі нормадағы размер болып табылады. 1920-да 1080 осыған қойған дұрыс. Окейді басамыз. Бұл жерге фотоны алып келу үшін файл арқылы алып келеміз. Создать, открыть деп. Немесе рабочий столдан тікелей осылай жылжыту арқылы алып келетін боламыз, белгілеп. Маған осылай ыңғайлы. Екі фотоны дайындап қойдым, біреуі фонға қоятын, біреуін кесетін фото. Фотоны алып келдім. Ыңғайлы жерге қойып, ортаға қойып, Enter'ді басамыз, яғни фотоны бекіту. Және де достар, фотоны кескен кезде максималды түрде жақындатып кескен дұрыс, себебі фотомыздың алғашқы бастапқы қалпын максималды түрде сақтап қалу үшін. Және жақындату үшін мен Alt'ты басып отырып, мышканың ролигін алдыға артқа жылжыту арқылы жақындатып отырмын. Осылай. Жақындатып алдық, және кесу үшін біз осы инструментті қолданатын боламыз. Кестің белгілеген инструмент быстрое выделение. Осының ішіндегі осыны таңдаймыз, оң жағына басамыз. Инструмент быстрое выделение. Волшебная палочка деген басқан кезде дереу шығарып беретін инструмент болып табылады, бірақ ол кей кезде көбіне қате болып табылады. Мысалға басамыз, бірақ қасындағы объекттерді қосып алып кетеді. Инструмент выделение объект бұл қолмен ең оңай жолы осы екіншісі болып табылады. Басамыз, және мына жерде плюсті басып қоямыз. Және бізге керекті размерді алып аламыз кесттің. Мен жағдайымда 10-ға қойып қойын. 10-ды басып, Enter'ді бастым. Енді бас жағынан бастайық. Бұл инструментті мышканың сол жағын басып отырып белгілейтін боламыз. Басып отырып, егер мына жерінде дұрыстап алмай қалған болса, бір рет басып қоя саламыз. Бас жағы болды. Және осылай белгілеп жатқан кезде сыртқа шығып кетуден қорықпаңыздар достар. Мына жерде минуспен бұларды қайтадан өз орнына қалпына келтіруге болады. Енді қолын белгілейміз. Футболканың шетін, фотоның бәрін алып кетті. Артқа қайту үшін Ctrl-Z-ті басамыз. Ctrl-Z артқа қайтатын команда болып табылады. Сыртқа шығармау үшін бір ақырындап істейміз. Тағы да шығып кетті. Диаметрін кішірейту керек сияқты. Кішірейтіп көрейік. Жоқ, мына жерде светтің рөлі ойнап тұр. Қазір осы жерде белгілей алайық. Светпен кетіп тұр ол. Бұндай жағдайда екінші жолы наған басып қойып істеу. Жаңағыдай осындай кішкентай бір детальдарын ала алмай жатқан болса, осыны басынан бастасаңыздар болады. Себебі оны белгілей алмай жатса, демек
ол жер ең қиын болып табылады бұл программаға. Бұл фотоны кесу қиын жерден бастадық. Екінші тәсілімізде міне өзі автоматты түрде белгілеп берді бізге. Так, сыртқа шығарып жібердік. Ctrl-Z басамыз, ақырындап. Мінекей дайын болып қалды. Енді кішкентай детальдарды түзейтін боламыз. Оны минусқа басып отырып түзейтін боламыз. Минусты бассаңыз, белгінің шекарасын ішке қарай кіргізетін болады, яғни түзейтін боламыз. Так, қатты кіріп кетті басқа қарай. Мына жерде плюсті басып сыртқа шығарып жіберейік. Және де мінекей диаметрін тағы кішірейту керек сияқты. Бұл минуспен белгілеп жатқанымыз, яғни арт жағындағы фон кетіп қалатын болады қазір. Бізге керекті тек осы адамның бейнесі ғана. Достар, менде қазір бұл примерінде, яғни мысалымда қате кетуі мүмкін. Мен сіздерге тек жолдарын көрсетіп жатырмын. Негізі максималды түрде әдемілеп жасаған дұрыс. Мінекей достар, енді кесіп болдық. Енді ары қарай арт жағындағы фонды өшіріп тастау үшін міне мына жердегі белгіленіп тұр. Осыны басамыз. Мына жақтағы міне ортасындағы дөңгеленіп келген инструмент. Міне кесілді. Енді бұны жылжыту үшін Ctrl-T-ны басамыз. Ctrl-T басатын болсаңыз жылжытуға болады. Объектімізді белгілеп алдық. Енді арт жағына фон қоятын болсақ, жаңағы фонымызды осында алып келіп аламыз. Маған осылай ыңғайлы рабочий столдан фотоны тікелей белгілеп отырып алып келу. Фонымызды бүкіл экран жауып қалатындай қылып үлкейтіп аламыз. Міне жапты. Енді Enter'ді басамыз. Фотоны бекіту үшін біздің алдыңғы кесіп алған фотомызды жоғары жағына жайғастыратын боламыз. Міне. Мысалға, қазір кезде YouTube-тың превьюларын осылай жасайды Photoshop'та. Көрдіңіздер ғой. Енді бұл фотоны жылжыту үшін жаңа айтқанымды Ctrl-T-ны басамыз. Біздің жағдайда үлкейтуге болады. Үлкейтуге болады және кішірейтуге болады. Және де бұлай жайғастыруға болады. Осы жаңа фотомызды кесіп және артына фон қойып үйрендік. Және оның басқа да жолын көрсетейін. Фотомызды кесудің. Және екінші жолы бұл инструмент прямолинейный лассо. Орысша тілім келмей қалды дұрыстап. Так, бұл жерде дәл сондай белгілеу, бірақ біз қолмен белгілейтін боламыз. Жаңа суретті кескендегі бірінші мысалымыз
мынаған қараған кезде шамалы қиынырақ байқағаныңыздай ол жақта плюс басып минус басып белгілеп отырасыз. Мына жақта сіз нақты дәл кесе аласыз, бірақ шамалы уақытты алады, жаңағы бірінші мысалға қарағанда. Мінекей достар, кесіп болдық. Енді жаңағы бірінші мысалдағыдай оң жақтағы мына дөңгелекке басатын боламыз, 4 бұрышының ішіндегі дөңгелек. Міне достар, сіздерге объектіні қалай оңай кесу керектігін жолдарын көрсеттім. Егер де осы видео сіздерге ұнайтын болса, лайк басуды, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Осы видео пайдалы болып қалады деген достарыңызға жіберсеңіздер, алғысым шексіз. Келесі видеода көріскенше.